Мен жұмыстан шаршап, демалыс алған болатынмын, және бұл демалысты жай алған жоқпын. Осы демалыста туған жеріме барып, сағынышымды басайын деп, бала кезімдегі таныс адамдармен шүйіркелесіп қайтайын деп, жолға шығып кеткен болатынмын. Қарапайым өз көлігіммен шығып кеттім, ешқандай ұшаққа мінбейін деп шештім. Тек көлікпен барсам, тура 2 күн жүреді екенмін, ауылыма бару үшін. Сөйтіп көлікпен жолда кетіп бара жатқан жайым бар. Жаңа ғана таң атпай жолға шыққан едім, уақыт зымырап жатыр. Әне-міне деп күн де батып кетті, дала тас қараңғы. Көлік айдапта шаршайды екенсің, жолда ұйқы қатты қысты, ұйқым келіп әрең отырдым. Сөйтіп кетіп бара жатсам, орман шетінде тұрған үлкен үйді көзім шалып қалды. Үй ме екен? Қызық деп Google картадан тексерсем, бұл қонақ үй болып шықты. Мен ойладым, мына үйде қонатын болсам, арманым жоқ шығар. Мынандай үйде ұйықтау өте керемет деп ойлаймын. О, керемет, мынандай үйді бұрын соңды көрмегенмін ғой. Ішіне кіру өте қызық болып тұр. Қой, ішіне кіріп бөлме жалдайын. Бір жағынан ұйықтап алам өзіме жақсы емес пе? Сөйтіп көлікті қақпаның алдына қойып ішіне кірдім. Бір қызығы, мына ғимараттың алдында мүлдем жарық жоқ екен, бірақ ішінде жарық бар екен, сонысы жақсы болды. Ішіне кірсем, іші одан да әдемі, хан сарайындай. Осындай үлкен ғимаратта ұйықтау менің арманым болған еді. Қандай керемет. Сөйтіп есік алдында тұрған ресепшнға бардым. Бір қызығы, ресепшн шамамен 60 жаста кәрі кемпір екен. Ол маған салқынқанды дауыспен сұрады: саған қандай бөлме керек? Маған бәрібір, ең бастысы жататын бөлме болса болды. Жақсы, онда мә саған бір бөлмені берейін. 2-ші қабаттағы ең түбінде тұрған бөлме. Сосын, бұл қонақ үйде өзінің қағидалары бар. Түнгі 12-ден кейін клиент мүлдем бөлмесінен шықпау керек. Болды деп жоғарғы қабатқа кете бардым. Менің бар ойым тек қана ұйықтау. Сөйтіп бөлменің есігін ашсам, өте керемет бөлме, әрі қарапайым. Төсек және шкафтар бәрі де өте қарапайым, енді стандартный ғой. Солай заттарымды жинастырып ұйқыға кете бардым. Арада 2 сағат өткенде ұйқымнан оянып кетіппін. Неге екенін білмедім, маған сыртымнан біреу қарап тұрғандай көрінді. Үрей денемді басып бара жатқандықтан, қой, одан да далаға шығып таза ауа жұтып қайтайын деп есікті ашып қалсам, мүлдем бөлек бөлмелерді көрдім. Шынымен де жаңағы әп-әдемі қабырғалар кенеттен өзгеріп, ескі болып кеткен. Бірақ бір қызығы, бөлмелердің бір жерде орналасуы мүлдем өзгермеген. Бұл жердегі ең сұмдық нәрсе, бөлмелердің ішкі жағы жындыханадағы бөлмелер секілді өте қорқынышты. Өте жаман сезініп тұрмын өзімді. Мен 5 минутқа сасқалақтап қалып едім. Бұл жерден кетуге толықтай шешім қабылдадым. Солай далаға шығатын есікті табу үшін мына үрейлі үйді аралай түстім. Сөйтіп есікті таба алмай жүрсем, дәл менен 10 метр алыста тұрған аппақ киімдегі адамды көріп қалдым. Ол маған қарап тұр, орнынан қозғалмайды. Оның киімі аппақ, жындыхананың дәрігерлері секілді аппақ киім киіп алған. Мен өте қатты үрейленіп кеттім. Мен де орнынан қозғалмай тұрмын, ол да орнынан қозғалмай тұр. Арада 10 минут өтті, екеуміз әлі тұрық. Ол шынымен қозғалмады. Солай мен ары қарай жүре берейін деп шештім. Менің бір байқағаным, мына белгісіз адам қай жаққа барсам да сол жерде маған қарап тұра берді. Ол менің артынан қалмайтынын түсіндім. Кенет ол адамның қасына тағы да бірнеше адамдар қосылды. Бір қызығы, ол адамдар емделіп жатырған пациенттер секілді. Бәрі мына аппақ санитардың артынан еріп жүр. Мен бұның бәрін жай ғана иллюзия деп ойладым. Мен бермеге тырысып көріп едім. Кенет алдағы тұрған бөлмеден айқайлаған дыбыстар шығып бастады. Барып жаймен деп сығалап қарасам, жаңағы ақ киім киген адам пациенттерге айқайлап жатыр: сендерге айттым ғой, түнгі 12-ден кейін бөлмелерінен шықпаңдар деп. Енді бөлмелерінен шықтыңдар ма, жазаланатын боласыңдар деп мына адам толып тұрған пациенттердің бәрін сабай түсті. Мен түсінбей қалдым. Мен әрине бұл жағдайға көз жұмушылықпен қарайтын болдым. Себебі мен не істей алайын?
бұл иллюзия ма әлде шынымен болып жатқан жағдай ма? Түсінбедім. Кенеттен жаңағы аппақ адам мені көріп қойды. Мынау кім тағы? Есіме түсті. Сен анау жалғыз жүрген пациент емессің бе? Сен пациентсің бе өзі, или қонаққа келген адамсың ба? Кел, маған кел. Егер де сен қонаққа келген адам болсаң, пациент болуың керек. Деп сол адам дәл менің қасыма келді де ас-түсімнің бәрін қарай бастады. Қарап тұрып, саған пациентке айналу керек. Жүр кетті, қорықпа. Деп бір орындыққа отырғызды. Және де міне, менде осындай бір укол бар. Осы уколды саған салатын болсам, сен ұйықтайсың және де мәңгілік пациентке айналатын боласың. Мен оның иллюзиясына түсіп қалдым. Бұл жерден кете алмайтын секілдімін. Осы оқиғаның жалғасы бар. Егер де жалғасы шыққанын қаласаңыздар, маған лайк басып арнаға жазылып деген сияқты. Осы видеода 50 лайк болса, келесі бөлім шығатын болады. Әй бауырым, осылай өмір бақи ұйықтап жатасың ба? Қане, орныңнан тұр. Айналыңа қара, және қайда түскеніңді ұмытпағайсың. Мен болсам көзімді ашып, жан-жаққа қарай бастадым. Неше күн жатқанымды білмеймін. Бірақ шамамен бір күн өткеніне сенімдімін. Бөлменің ішіне қарасам, ауруханадағы бөлмелердің біріне ұқсайды. Ал өзім болсам, салқын темір үстінде жатыр екенмін. Солай жатқан жерімнен тұрып, енді аяғыммен жерді басайын деп жатқан едім. Кенет аяғым қатты ауырып тұрғанын сездім. Тіпті жүре алмайтын секілдімін. Менің жүре алмай тұрғанымды көрген дәрігер мені коляскаға отырғызды. Не болып жатыр өзі? Неге менің аяғым ауыр? Деп айтып жатқан едім. Дәл қасымда тұрған дәрігердің түрін анық көрдім. Денем үрейленіп кетті, себебі дәрігердің түрі қалыпты адамдардың түріне мүлдем ұқсамайды. Оның беткі терісінде тыртықтар өте көп екен. Әрі оң жақ көзі мүлдем түсіп қалған, көзінің ішінде еті көрініп тұр. Әрі ішінде құрттар жыбырлап жүр. Неге ауырып тұр дейсің бе? Мен сені анау жындылардан құтқарып алдым емес пе? Сенің есіңде жоқ па не? Уайымдама, мен сені тексердім, бәрі жақсы. Бір-екі күнде жүріп кетесің. Одан да жүр, мен сені тамақтандырайын. Не болса да сен бұл жерге жаңадан келдің ғой. Сөйтіп біртүрлі дәрігер мені бөлмеден шығарып, ескі аурухана ішінде коляскамен мені жүргізе түсті. Аурухана болса өте ескі, қанша жыл бойы қараусыз қалды екен. Қызық. Менде сұрақтар өте көп. Оның бірі, мына менің қасымда жүрген дәрігер ме? Әлде жай дәрігердің киімін киіп алған жынды ма? Сұрақтарым көп, бірақ жауабын біле аламын ба? Ол әрине белгісіз. Сөйтіп шамамен 5 минут жүрген шығармыз. Дәрігер мені асхана секілді жерге алып келді. Солай екеуміз үстелге жайғастық. Қалай? Бәрі жақсы ма? Тоқташ, біз айтпақшы танысқан жоқпыз ғой. Менің есімім Генри. Осы жындыхананың ең басты дәрігерімін. Сен енді дәрігер екенімді білетін боларсың. Менің есімім болса Қалдыгүл. Танысқаныма қуаныштымын. Және сіз мені құтқарып қалдыңыз. Үлкен алғысымды білдіремін. Оқасы жоқ бауырым. Сендей адамдар бұл жерге көп түседі. Кел алып қояйық сол үшін. Сен қалыпты адамға ұқсайтын секілдісің. Мен сені дәрігер ретінде тағайындауыма болады осы жындыханаға. Деп ыдысқа қара шай секілді бірдеңені менің қолыма ұсынды. Әрине бұл сұйықтық не екенін білмеймін, бірақ қатты шөлдеп тұрғанымнан ішіп жібердім. Дәмі болса өте жаман. Тұз қосып, артынан құм қосқан секілді өте біртүрлі. Білемін, сенде сұрақтар өте көп. Мен саған жауап беруге тырысамын, бірақ бірінші менің әзірлеген тамағымды жеп алшы, әйтпесе суып кетеді. Генри маған тәрелкедегі толған өте көп етті маған берді. Ішінде қуырылған еттер. Иісі болса керемет әрине, бірақ еттің сыртқы бейнесін еш еттерге ұқсата алмадым. Қойға да, сиырдың етіне де ұқсамайды. Бірақ мен көп ойланбадым. Ұзақ уақыт тамақ жемегенімнен жеп тастайын деп шештім. Дәмі болса жақсы, жеуге болады. Генри, саған сұрақ қойсам бола ма?
Әрине жауап беруге дайынмын. Бұл сонда қандай жер? Мен қайда түстім? Неге бұл жер біртүрлі көрінеді? Қалай сонда қандай жер? Бауырым, бұл жындыхана. Біз бұл жерде адамдарды емдейміз. Түсінікті. Онда бұл жер не үшін өте ескі? Саған басын айту керек екен. Бұрын бұл жер жаңадан салынып, алғашқы жұмыс күндері енді ғана басталып жатқан болатын. Жаңадан ашылғандықтан жындыларды емдейтін дәрігер қызметкерлері өте аз болды. Ал жындылар саны өте көп. Бірақ әйтеуір емдеп жүрген едік. Күндердің бірінде беттеріне маска киген, қаруланған адамдар жындыханаға баса көктеп кіріп, барлық жындыларды бір бөлме ішіне кіргізіп, оларға қысқаша айтқанда өздерінің қауіпті тәжірибелерін жасады. Ал біз болсақ ештеңе істей алмадық. Бізді, яғни дәрігерлерді, бөлек бөлмеге қамап тастады. Олар жындыларға қандай тәжірибе жасаған нақты білмеймін, бірақ дәріге қатысты секілді меніңше. Олар шамамен 2 күндей тәжірибемен айналысты. Жындылар әрине көбісі бақырды, айқайлады, жылады, бірақ біз ештеңе істей алмадық. Ал сосын тәжірибелерін жасап болғаннан кейін бізге, яғни дәрігерлерге келіп, бізді де қатты қинады. Бірақ олар не үшін сендерді қинады? Меніңше оларға куәгерлер керек болмады. Сондықтан арттарын тазаламақшы болған болар. Бізге де зияндарын тигізді. Кейбір дәрігерлер сол жерде қаза болды, ал кейбір дәрігерлер жындыға айналып кетті. Сонда дәрігерден тек сен аман қалдың ба? Онда не үшін бұл жерден кетіп қалмайсың? Жақсы сұрақ, бірақ мына түрмен қоғамдық жерге барсам, мені адамдар жынды деп ойлап, жындыханаға жатқызады ғой. Кім сенеді дейсің маған? Қарулы адамдар жындыханаға келіп, жындыларға тәжірибе жасады. Маған ешкім сенбейді мен. Маған ешкім сенбейді. Сенімдімін бұған. Бұл дәрігер қанша уақыт бойы адаммен сөйлеспеді екен. Менімен сөйлесіп ішіндегісінің бәрін шығарып алды. Мен болсам аң-таңмын. Мына оқиғаны естіп, не сенерімді, не сенбесімді білмеймін. Бірақ не болса да бұл жерден маған кету керек. Әй бауырым, айтпақшы, сен менің сүйікті тамағымды жемедің ғой. Қане бәрін тауысып жеп қой. Мен алдымда тұрған етке қарадым және ойлана бастадым. Мына ет қайдан пайда болды? Жануардың еті дейтіндей бұл дәрігер қой немесе сиыр бұл жақта бағып жатқан жоқ. Ешқандай жоқ қой ондай жануар. Немесе жыртқыш аңдардың еті ме екен? Немесе бұл еттер адамдікі ме? Бұл туралы бекер ойладым. Жүрегім айнып кетті. Сөйтіп үстелге құсып жібердім. Бұл істеген ісім дәрігерге ұнамады. Сен сүмелеге, сен дәрігер қыламын ба деп жүрсем? Мынау не? Бұл ісің үшін сен жазалану керексің, деп дәрігер мені сүйреп апарып бір бөлме ішіне кіргізіп қойды. Сені қалыпты адам ба десем, сен мына жындылардан тым айырмашылығың жоқ екен ғой. Менімен бір орындықта, бір үстелдің басында отыруға лайық емессің. Сен осы жерде отыр, мен қазір саған бірдеңені алып келемін. Солай Генри есікті жауып, мені осындай бір ескі бөлмеге қамап кетті. Әрине, бұл ескі, ешқандай бөлмелердің айырмашылығы жоқ. Бәрі де ескі, бәрі де шашылып жатыр деген сияқты. Мен болсам қатты шаршадым. Мен физикалық тұрғыда да, моральдық тұрғыда да өте қатты шаршадым. Маған бәрібір енді. Олар мені өлтіргісі келсе, өлтірсін. Бірақ не үшін? Олар созғылап кетті. Жаңағы жындылардан мені құтқарып алды мына дәрігер. Дәрігер сымақ құтқарып алды мені. Енді мына дәрігер мені не істейді? Олар әне белгісіз. Бірақ мені өлтіргісі келсе, маған бәрібір. Мен шаршадым уже. Осылай күрсініп отыр едім.
тышқан алдымнан жүгіріп өтті де бір тесікке барып кіріп кетті. Мен әрине түсінбей қалдым. Және де мына тышқан қай жерге кіріп кетті деп барып қарасам, жоғарғы жел айналатын тесікті тауып алдым. Әрине қол қусырып отырғаннан осының ішіне кіріп, бұл жындыханадан шығатын жолды іздеу керек болды маған. Сондықтан да ішіне ойланбастан кіріп кеттім. Осылай келе жатып, бәрі ескі болғандықтан мынау сын айнып тұрған секілді. Солай опырылып сынып кетті де бір бөлменің ішіне құладым. Оның ішінде дәрігер бар. Әй, Қалдыгүл, сен неғып жүрсің бұл жерде? Мен саған барайын деп атырдым қазір. Өзің келдің ғой, маған жақсы. Рахмет саған, менің уақытымды үнемдедің. Саған үлкен рахмет. Мен саған кереметтей бір сыйлық дайындап қойған батын. Саған сыйлық па білмеймін, мен үшін сыйлық ол. Қысқасы, мен сені бір күшті жерге тығып қоятын боламын. Сол жерде жатып ойланасың. Мүмкін сені шығарып қалатын шығармын. Енді оны менің көңіл күйіме байланысты. Сен қатты айқайламасаң, мен сені босатамын. Осының ішіне жата отыр. Қанша екенін білмеймін. 1 апта, 2 апта, 1 ай. Ал бауырлар, осы үрейлі оқиғаның соңына да келіп жеттік. Енді сендерге ұнады ма, ұнамады ма, оны пікір алаңына, яғни пікірге жазып кетіңдер. Және де лайк басып мені қолдап кетіңдер. Ал жақсы, жалғасы шықсын ба, соны жазыңдар сосын. Қараңғылық. Көзімді ашсам да ашпасам да еш айырмашылығы жоқ. Мына мәйітхана ішінде өмірімде жатамын деп ойламаппын да. Басында мен мүлдем түсіне алмадым. Көзім жабық тұрған шығар деп ойлап қала бердім. Еще мынаның іші үрейлі әрі салқын екен. Қап, енді бұның ішінен қалай шығамын? Ең сұмдығы, мына жатқан қараңғылық ішінде Генридің тыққан сасық еттері жатыр. Не нәрсенің еті екені ол маған белгілі. Бірақ бұл жерде бір нәрсені түсінбеймін. Қалыпты адамдікі ме? Әлде бұл жындылардың? Оны алдағы уақытта біле жатармын. Тек мына қараңғылық ішінен шықсам болғаны. Бір қызығы, менде паника деген сезім мүлдем болмады. Мүмкін менде клаустрофобия болмағандықтан шығар. Оған да шүкір. Ей, бұл жерде біреу бар ма? Қап, мен мұның ішіне жатпайтын шығармын енді. Анау Генри қашан келеді? Белгісіз. Иә, ол мені ойлану үшін қамап қойған еді ғой. Генри, болды, мен қателігімді түсіндім. Осылай біреу көмекке келетін болар деп айқайлап жатсам, біреудің жүріп келе жатқан дауысын анық естідім. Және ол мен жатқан бөлмеге келе жатқан секілді. Мынау Генри ма? Дәрігер мырза, бұл сіз бе? Қараңғылықтан шығарып алыңызшы. Мен осы жердің дәрігері болуға дайынмын. Сен өзің айтып едің ғой, мен сенің көмекшің боламын. Тек есікті аша салсаң болғаны. Біреу солай жақындап келіп, мен жатқан темір есіктің есігін ашты. Дәрігер сен бе бұл? Жоқ бауырым. Мен анау сүмелекпен атай көрме деп сенімді түрде маған біреу жауап берді де, қолымнан тартып мені қараңғы жәшіктен шығарып алды. Сөйтсе бұл Генри емес, бірақ үстіндегі киіміне қарасам, бұл да осы жердің дәрігеріне ұқсайды. Бірақ бұл адамның үсті таза, киімі аппақ, қалыпты дәрігерлердің киімі. Ақ халатты абзалжан демекші, ол мені не болса да құтқарып алды. Үлкен рахмет мені құтқарып алғаныңа. Бірақ сен кімсің? Қысқасы, артынан таныса жатамыз. Бізге ең алдымен бұл жерден кету керек. Анау Генри албасты келіп қалмасын. Кеттік, жүр. Неге екенін білмедім, бірақ бейтаныс адамның артынан ілесе кеттім. Тоқта, сенің түрің маған ұнамай тұр. Әлдерменің қалмай қазір жүре алмай қалып жүр ме? Мен мына дәріні іш деп бейтаныс дәрігер маған дәрі берді. Мен көп ойланбадым және жұтып жібердім. Бірақ осы дәрі ішкеннен кейін әлсіздікті мүлдем сезбей қалдым. Күштерім одан сайын артып кеткен секілді. Мына дәрі адреналин, көмегі көп тиеді. Енді жүр кеттік, бізге кітапхана бөлмесіне жету керек. Кітапхана бөлмесі қайда? Ол мына жерден ары өтсек болды. Мен сені өзім апарам. Бірақ мына алдымыздағы бөлмеде Генри жүр. Ысқырығын естідің бе? Иә, ол қаншалықты қауіпті сонда? Кейін сұрайсың, алдымен бізге ақырын ғана өтіп кету керек.
Генриге қарап едім. Генри болса еш уайымсыз қауіпті әрі өткір заттарды дайындап жатыр. Меніңше ол маған дайындаған болар. Бір өлімнен аман қалған секілдімін. Кеттік, жүр бауырым. Тек қана жай жүр, және де асықпай жүр. Әйтпесе бірдеңелерді құлатып алатын болсаң, Генри біліп қойып бізді ұстап алуы мүмкін. Дәл хоррор ойындағыдай. Міне. Көздеген жерімізге де жеткен секілдіміз, міне. Кеттік. Осылай екеуміз бірдеңе қылып өтіп кеттік. Сөйтіп құтқарған адам мені кітаптар толған бөлмеге әкелді. Жындыхана ішінде кітапхана бар деп ойламаппын. Кітап оқитын жындылар да бар ғой, бауырым. Мен ойлаған едім, жындыханада тек қана төсек бар, болды, басқа ештеңе жоқ. Жоқ, бауырым, олай емес. Жындылар деген балабақша секілді ғой, балалар секілді олар. Тек қана денелері үлкен адамдардікі. Ал бұлай милары болса 10 жасар, 5 жасар балалардікіндей. Сонда олар осы жерде кітапта оқи ма? Иә, кітапта оқиды. Жындылардың арасында кейбір жындылар бар. Олар кітапты өте көп оқиды. Бір күнде 10 кітап оқуға да дайын олар. Психикалық аурулар ішінде шизофрения немесе аутизм деген сияқтылар, олар өте ақылды адамдар негізі. Жалпы айтқанда осындай адамдар ақылдылықты көтере алмай естерінен адасты. Сондықтан ақылды болу бұл зиян десек те болады. Пока бәрі нормально. Кел енді, мына тесік арқылы алға жүре бер. Ішінде құпия бөлме бар, соның ішінде отыр. Қауіпсіз бәрі, уайымдама. Ал сен не істейсің? Мен де барамын, бірақ сен өткен тесігіңді жабуым керек. Осы тесікті жауам, және де келесі тесіктен келемін. Уайымдама, бауырым. Мен барамын, сол жақта отыра тұр. Солай мен осы тесік ішінен өте кеттім. Ерелеңдеп жүріп келе жатырмын. Бірінші кездегідей болмаса екен әйтеуір. Дәрігердің үстіне құлап, дәрігерге тағы да ұсталып қалғым келмейді. Ол мені қамап қойса, білмеймін не істерімді. Осылай құпия бөлме ішіне де кірдім. Құпия бөлме іші осындай екенін күтпедім. Басқа мен бұны басқаша ойлаған едім негізі. Ішінде керектінің бәрі бар. Мына дәрігер осы жерде толықтай өмір сүретін секілді. Осылай бөлме ішіне тамсанып қарап тұрсам, бір жерден тырсылдаған дауыс шықты да. Сол жердегі тесіктен жаңағы дәрігер шықты. Ой, сенсің бе? Қорсаң қорқпа, бәрі жақсы. Анау Генриден қатты қорқып қалған сияқтысың ғой. Бірақ түсінуге болады. Ол нағыз жындының жындысы. Мен саған сұрақ қоя берсем бола ма? Тұта. Сөйтіп бейтаныс дәрігер төсегіне отырып, қасындағы темір жәшіктен су шығарып іше түсті. Іш сен де. Су адам ағзасына нағыз керекті минерал. Мен де іше кеттім. Тап-таза су екен. Кел отыр. Бұл жер қауіпсіз. Анау Генри білмейді құпия бөлме бар екенін. Жақсы, бәрі түсінікті. Маған Генри туралы айтып бере аласың ба? Әрине айтайын. Біз негізі екеуміз жұмыстас болғанбыз. Бірақ осы жындыхананың басты дәрігері болатын ол. Ал мен төменгі. Бірақ Генри бізбен құрдасымыз секілді араласатын. Осылай бізді қаладан 10 шақырым жердегі осы жындыханаға қызмет жасауға жіберді. Біз өз еркімізбен бардық. Себебі басшылық барамын деген дәрігерлердің бәрінің жағдайын жасап берді, материалдық түрде. Біз басында еш күдіктенбедік, жай жұмыс істеп қарап, тек жындыхана қаладан алшақ орналасқан болды деп ойладық. Біз солай қызмет жасауға 1 айға кеткен болатынбыз. Және жалғыз Генри екеуміз емес, қасымызда одан бөлек 10 дәрігер және 5 күзетші болатын. Осылай 15-міз бір жындыхана ішінде жұмыс істеп жүрген едік. Білемін, маған оны Генри айтқан еді. Естідім, бірақ ол саған ең маңызды ақпаратты айтпапты. Ол қандай? Саған айтты, қаруланған адамдар баса көктеп кіріп, жындыларды 3 күн бойы тәжірибе жасады деп. Дәл солай айтты. Бәрі де дәл осылай болды. Содан кейін олар бізді де азаптады, және бізді олар 2 күн шамасында қинап ұстады. Оның ішінде дәрігерлерден 6-ы қаза болды, ал қалған 4 дәрігер мен 5 күзетші тірі қалдық. Бізді олар кетер алдын бөлмеге қамап кеткен еді. Бірақ біз оның ішінен шыға алдық. Ал түріміз болса көк ала қойдай ісіп кеткен.
Біреудің терісі жыртылған, ал біреудің сүйектері сынған, ал біреудің түрі мәңгілікке ұсқынсыз болып қалды, дәл Генри секілді. Түсінбедім, онда осыдан кейін не үшін жындыханадан кетіп қалмадыңдар? Бауырым, сол кезде мен қатты өкінемін. Негізі сол кезде бірден кетіп қалу керек еді. Біз бірақ демалып алайық деп. Соның ішінде Қабая мен қатты өкінем сол үшін. Генри мал. Жалпы айтқанда біз негізі кететін едік. Бірақ бәріміз келісіп, бір күн осы жындыхана ішінде түней тұрайын деп шештік. Себебі қатты шаршадық. Демалыс алмасақ болмайды. Сонда сендер мына жындыханада қазір қалмыс болған жерде сендер бір күн түнеу үшін сендер қалдыңдар ма сонда? Иә, бауырым, қойшы. Өзім соған қатты өкінемін, бірақ солай тура келді, білмейсің ғой, біз сол кезде қатты шаршадық. Жаман сезіндік бәріміз. Себебі қала деген 10 шақырым жерде болды ғой, бауырым. 10 шақырым жер деген 1 шақырым 1000 метр болатын болса, біз 10.000 метр жүру керекпіз, ойлаш, бауырым. Бұл өте қатты шаршайтын едік біз. Солай түнде бәріміз ұйқыға кеттік. Бірақ түнде Генри бізді оятып алды. Ол тапанша тауып алыпты, және ол бізді қинап, бопсалап ұстады, және ол бізге өз жоспарын айтты. Сендер бәрің осы жерде қаласыңдар, және маған көмек бересіңдер. Мен өзімнің жеке тәжірибемді мына жындыларға жасаймын. Ақыры арманым орындалатын болды, жететін мақсатыма жететін болдым. Солай ол бізді бопсалап 2 аптаға жуық уақыт бойы ұстап отырды. Осы уақыт ішінде 2 күзетші Генри жаққа қосылып, оған көмектесетін болды. Ал 1 күзетші мен тағы 1 дәрігер қаза болды. Оларды атып тастады. Осылай 5-еуміз қалдық. Сонда сен қалай тірі қалдың? Сен де Генри жаққа өтіп кеттің бе? Оны келесі бөлімде айтайын, иә? Ал қазір болса ұйықтайық. Солай, бауырым, Генри нағыз психопат, оған жолаушы болма. Мен тәтті ұйқыда жатқан едім. Біреудің жындыхана ішінде жүгіріп жүргенін естідім, және ол айқайлап біртүрлі дауыс шығарып жүрді. Осының арқасында мен тәтті ұйқымнан оянып кеттім. Солай көзімді ашып, жан-жаққа қарап, құпия бөлмеде жатқанымды түсініп, қатты қуанып кеттім. Себебі анау Генри жынды мені негізі өлген адамдар жататын қараңғы мәйітхана бөлмесіне қамап қойған еді. Мені сол жерден егерді құтқарып алған дәрігер келмегенде, мен сол қараңғы жерде неше күн жатар едім. Мүмкін 3 күн, 1 апта, мүмкін енді айта берсең көп. Мен сендім, бірақ өте көп уақыт бойы жататын едім. Бірақ мені құтқарған дәрігерге үлкен алғысымды білдіремін. Мә айтпақшы, есімі кім еді оның? Қой, барып сұрап алайын одан да. Солай орнынан тұрып, қарама-қарсы орналасқан төсекке қарасам, ол жоқ екен. Ол бұрышта қабырғаға құлағын тақап, бірдеңе тыңдап тұрған секілді. Қызық. Әй, дәрігер бауырым, не тыңдап тұрсың? Бір түрлі көрінеді екен. Бауырым, сен ояндың ба? Жақсы ұйықтадың ба, қалай? Я, жақсы ұйқы болды. Бірақ біреу айқайлап оятып жіберді. Жындадан болар, иә? Я, бауырым, ол нағыз жындының жындысы. Оның даусынан біліп тұрмын. Сол себептен мен мүлдем ұйықтамадым. Ол бізді тауып алатында секілді. Бізге кету керек бұл жерден. Оның иіс сезу қабілеті өте жоғарғы деңгейде. Түсінбедім. Не туралы айтып жатырсың өзі? Және бұл жерден не үшін кетеміз? Бауырым, қысқасы былай, мына жоғарда жүрген жындының жындысы. Оның бойы 2 метр. Ол бізді іздеп жүр, мен сенімдімін. Құлағы болса өте мықты естиді, сондықтан біз осы жерде отыра берсек, және де артық дыбыс шығарып қоятын болсақ. Және де оны Генри жасаған еді, мутант қылып тастады. Өте өкінішті, мен негізі таныс едім онымен. Сонда Генри есі дұрыс адамдардың бәрін мутантқа айналдыра ма? Иә, бірақ бірінші есі дұрыс адам жындыға айналады, ал сосын мутантқа. Ал содан кейін 3-ші этап супер жындыға айналады. Супер жындыға айналған адам физикалық тұрғыда өте мықты, сонымен қатар иіс сезу қабілеті өте күшті. Ал көзі болса қыран бүркіт секілді, өте қырағы. Ал құлағы болса алыстан бір кішкене бір дауыс шығатын болса, сол жерге жетіп келеді. Сондықтан бауырым, ойнауға болмайды. Біз осы жерде отырсақ, ол бізді осы жерге келуі де мүмкін. Сондықтан бізге кету керек, жүр. Тоқта, ол не үшін бізді іздейді? Біз оған ештеңе де істеген жоқпыз ғой?
Иә, біз оған ештеңе істемедік, бірақ біз Генридің ашуына тидік. Тоқташ, сонда 2 метр амбал. Кіп кішкентай Генриге бағына ма сонда? Иә, толықтай бағынады. Тіпті ол амбал Генриді әкесіндей көреді. Себебі ол жындының миы 9 жасар баланыкіндей. Енді түсінген боласың, бауырым. Сондықтан жүр, ол бізді ұстап алса, Генри бізбен не істейтінін елестете алмаймын. Тоқташ, мама, жоқ, жүр. Бірінші бөлмесіне шығайық. Мен саған жол бойында бәрін айтып беремін. Осылай екеуміз ауа өтетін тесік құбырынан шығып, кітапхана бөлмесінің есігінен шықтық және жан-жақты қарай бастадық. Бірақ айқайлаған амбал әлі жоқ секілді. Сондықтан жындыхананың басты бөлімшесіне шығып, алға жүре бастадық. Жүр кеттік, бауырым. Жерде түрлі айнөктер, қоқыс қалдықтары жатыр. Оларды басып кетпе. Әйтпесе жаңағы жынды естіп қойып, осы жерге келеді. Осылай біз бірнеше уақыт бойы бөлмеден бөлмеге жасырынып, алға қарай жүре бердік. Мен болсам қайда кетіп бара жатқанымды білмедім. Тек мына дәрігердің артынан еріп бара жатырмын. Ол мені қайда алып бара жатыр? Қызық. Осылай шамамен 30 минут жүре келе, ұзын бөлімшеге де шықтық. Міне, шығатын жерге де келіп қалдық. Неге тоқтап тұрмыз енді? Кеттік онда. Тоқта. Әзірше демалып алайық. Меніңше болды, ол жынды біздің артымыздан келмейтін де секілді. Жақсы. Саған үлкен рахмет. Мен неше рет айттым маған рахмет деп? Саған енді 1000 рет айтсам да қарызымды өте алмайтын шығармын. Айтпақшы, сенің есімің кім? Біз әлі таныспаппыз ғой. Менің есімім Дамер болады. Ал сен ше? Мен болсам Қалдыгүл. Неге есімі қыздың есімі? Негізі қыз туылады деп ерте қоя салған ғой негіз. Мән берме. Одан да Дамер, маған мынаны айтшы. Генри қалай жасай алды мутанттарды? Сен білесің бе? Не дегенмен қасында жүрдің емес пе? Білмеймін ол қалай жасаған, себебі нақты қалай жасау керек екенін маған айтпады. Ол бізді бопсалап қамауда ұстағанда мен де Генридің жағына өтіп, оған көмектесетін болдым. Солай көмекшісі атанған едім. Бірақ ол бір жасыл дәрі секілді бірдеңені жасады. Бірақ маған қандай керексіз заттар туралы мүлдем айтқан жоқ. Себебі жасырын түрде ұстады бәрін. Бірақ бір күні ол қасымызда жүрген күзетшіні күштеп ұстап, оған инемен жасыл бір андай су секілді бірдеңені еккенде мен қатты қорқып кеттім Генриден. Сол бой өзін 2 метр күзетші супер жындық айналдырып жіберген еді сол кезде. Сонда ол қандай тәжірибе жасайтынын сендерге түсіндірмеді ме? Сен сұрамадың ба сонда? Дәл солай болды. Негізі мен сұрап болғым керек еді бәрін. Бұндай мутант жасайды деп ойлағанда жоқпын. Осындай сұмдықты, азғындықты көргеннен кейін мен ол Генриді қатты жек көріп кеттім. Сонда жаңағы 2 метр бойы 2 метр күзетшіні қалай ол ұстап алды? Жалпы тұтатын дәрі берді. Және де оған жасыл у секілді бір нәрсені екті. Содан кейін ол жындық айналды кәдімгідей. Көз алдымда ол жындық айналып кеткенде Генридің қандай хайуан екені сол кезде көзім жетті. Сонда мына жынды амбал бізді іздеп жүрген. Ол сендердің қастарында болған күзетші ме? Дәл солай. Содан кейін мен Генриді өлтіруге шешім қабылдадым. Және оны өлтіретін қолайлы уақытты күтіп жүрген едім. Бірақ ол мені... деп Дамер маған айтып жатқан еді. Темірмен бір нәрсені ұрып тарсылдатып келе жатқан дыбысты естідік. Артымызға қарап қалсақ. Мен оны ондай деп елестетпеппін. Тіпті Генриден де өте үрейлі екен түрі. Солай ол бізге жақындап, бізді ұстау үшін келе жатырған еді. Ал біз болсақ сасқалақтап, не істерімізді білмейміз. Ол бізді тапты. Сен былай істе, алдағы осы бөлмелер ішінде қонақ үйге кіретін бөлме бар. Сол жаққа кіріп кетсен. Жақсы ма? Жақсы, ал сен ше? Мені уайымдама. Анау амбалды алаңдата тұрайын. Солай мен жүгіріп, алдындағы есік ішіне кіре кеттім. Ал Дамерді болса, ол амбал мүмкіндіксіз өлтірді. 2 метр алыпқа ол қалай әлі жетсін, төтеп бере алмай қалды. Сөйтіп мен алдыдағы
бөлме ішіне кірген едім. Ішінде жататын темір төсектер өте көп, және бұл бөлмеден шығатын тағы бір есік тұр. Ар жағында болса жарық. Ар жағы меніңше шынымен бұл сұмдық жерден шығатын есік секілді. Бірақ әлгі 2 метр супер жынды артынан келіп үлгеріп, ол менің мойнымнан қысып, жоғарға қарай көтерді. Ол мүлдем сөйлемеді, бірақ беткі бейнесінде байқалып тұрды. Ол маған бары ашумен қарап тұрды. Ол мені тіпті өлтіруге дайын тұр. Бірақ ол мені ұстап, бір нәрсені күткендей болды. Осы кезде есіктен біреу кіріп келді, және ол жынды дәрігер Генри болатын. Ей ақымақ, не үшін оны қатты қысып тұрсың? Мен саған оны тіріде әкел деген жоқпын ба? Жібере! Деп супер жынды мені қысып тұрған жерінен жіберді. Ауа жетпей қалуға сәл қалды. Ой, ақымақ хайуан неме. Менің тәжірибе жасайтын крысамды сен өлтіріп, ойым. Деп шапалақпен Генри жындыны ұрып жіберді. Жынды болса көңіл күйі түсіп, бір жағынан қатты ашуланып тұрғандай болды. Осы кезде ол Генриге қарап, сен менің әкем бола алмадың, деп Генриге бас салып, мойнын қылғындырып, басын қолымен есіп тастайды, және Генридің етін жей бастады. Ол маған мүлдем назар аударып тұрған жоқ секілді. Солай мен осы кезде пайдаланып, жарық түсіп тұрған бөлмеге кіре кеттім. Бөлме іші болса жап-жарық, күннің сәулесі болса көзіме шағылысып, көзімді ашық болсам, кенеттен ұйқыдан оянған сияқты болдым, және мен төсекте жатыр екенмін. Сонда бұл жай менің түсім болғаны ма? Күн болса көзіме әлі түсуде. Неткен керемет десеңші күннің шағылысуы. Басым болса қатты айналып тұр. Солай орнымнан тұрып, бөлме есігін аштым. Сөйтсем, бәрі дәл орнына келе қалыпты. Сол баяғы қарапайым қонақ үй іші. Қалай сонда бұл? Не болып кетті бұл? Түсім бе әлде өңім бе жаңағы болғаны? Мүлдем түсіне алар емеспін. Бәрі қарапайым, бәрі өз орнында тұр ғой. Жақсы, жай түс болған болар. Қой, беті қолымды жуып бұл жерден кетейін құрсын. Сөйтіп, қолымды жуайын деп жатқанда, айнаға қарап қалсам, беткі бейнем қан-қан екенін байқадым. Тоқташ, бәрі сонда рас болғаны ма? Немесе өз бетімді қанатып тастадым ба екен? Не болып кетті мынау өзі қазір менде? Дежавю болып жатыр. Бұның бәрі жын ба? Қой, кеттім бұл жерден. Мына қонақүйде жын қаптап кеткен бе бірдеңе ғой. Сөйтіп, тез төменге түсіп, заттарымды жинап алдым да, ресепшнге барып, паспортымды алып, бұл жерден кетіп қалдым. Ресепшн апай болса, сол баяғы сол жерінде отыр. Ол маған қарап кішкене біртүрлі қарады әрине, бірақ мен кетіп қалдым. Енді сұрақтар туындайды. Кешегі болған жағдай не сонда? Шын ба? Әлде жай ғана түс пе? Бірақ түс бұндай шын болмайтын еді ғой негізі, ё-май. Мен тәуелсіз тілшімін. Тілшінің оқуын бітірсем де менің тұрақты жұмысым жоқ. Мені бірнеше жерлерге жұмысқа шақырды, бірақ мен келіспедім. Мен тәуелсіз әрі еркін болғым келеді. Мына ақпаратты жарияла, мұны ақпаратты жарияламайсың деп үстімнен сөйлейтін адамдарға қызмет еткім келмейді. Яғни мен өз-өзіме жұмыс істеймін. Қандай ақпарат болмасын жариялай беремін. Сіздерге жұмысымды нақты түсіндірейін. Соның ішінде мен қалай табыс табамын? Мен мына әлемді сұмдық жаңалықтармен таңғалдыратын істермен айналысамын. Егерде сұмдық ақпарат болса, сол жерге өзім арнайы барып, камераға түсіріп, толық ақпарат жинаймын да, жергілікті ақпарат таратушы компаниялар мен сайттарға сатамын. Кім көп ақша ұсынады, соған сата саламын. Сөйтіп өзімнің жақсы көретін мамандығымда өз-өзіме жұмыс істеп жүріп, өзімнің соңғы 2 айда бүкіл әлем таңырқайтындай жаңалықты шығармағанымды түсіндім. Менің беделім ақпарат берушілердің алдында төменге қарай құлдырап кетті. Сондықтан маған бүкіл әлем болмаса да толықтай қала тұрғындары талқылайтын ақпарат тарату қажет. Бірақ мен сұмдық ақпараттарды қайдан табамын, деп ойландым. Және бір шешімге келдім.
Қазіргі таңда әлеуметтік желі қатты дамып кеткен. Сондықтан осы әлеуметтік желіні пайдаланып, сұмдық ақпараттарды маған айтатын адамдарды іздеу мақсатында. Маған халықтың аузына түспей талқыланатын ақпарат қажет, деп пост жариялап жібердім. Мен ол кезде орташа деңгейде халықтың арасында танымал болатынмын. Сондықтан маған міндетті түрде адамдар сұмдық ақпараттармен бөлісу қажет деп сенімді болдым. Сөйтіп бір апта бойы адамдардың жазған ақпараттарын бақылап жүрдім. Бірақ адамдардың берген ақпараттары мүлдем ұнамады. Бірақ 2 аптаға жуық уақыт өткеннен кейін бір бейтаныс адамның жазған ақпараты менің көңілімнен шықты. Оның айтуы бойынша қаладан 10 шақырым жерде жындыхана бар екен, және сол жындыханада қызметкерлер жынды емделушілерге эксперимент жасайды екен. Және бәрі жасырын түрде. Яғни қызметкерлер сырт көзге бәрі жақсы деген көзбояушылық танытады. Бірақ негізінен олар арнайы бөлмелерде жындылардың аса ауыр эксперимент жасауына қызмет етеді, деп әлгі адам маған дәл осылай жазды, және сол жындыхананың мекен жайында жіберді. Бірақ өзі жасырын түрде жазған. Суреттен қарасам, дәл осы жындыхана ғимараты екен. Бұның сыртқы түрі тіпті түрмеге ұқсап кетеді. Сөйтіп мен қолыма камераларымды алып жолға шықтым. Маған дереу түрде сол жерге жету қажет, себебі бұл мені қатты қызықтырып тастады. Сөйтіп белгіленген мекенжайға келдім, бірақ әлгі жындыхана ғимаратын көрмедім. Тек бір шағын ауылға тап болдым. Сондықтан ауылдағы бірінші кездескен адамнан сол жындыхана туралы сұрадым. Ол маған жындыхананың ауылдан алыста орналасқаны туралы айтты. Ол жерге жаяу жүріп жеткенше күн батып кетеді. Енді не істеймін? Сен менің көлігімді жалға алсаң болады. Енді түсіндім. Ол менің үстімнен пайда тапқысы келіп тұр. Бірақ маған бәрібір. Мен оның қолына ақшаны ұстаттым. Әрине, оның көлігін жалға алған жоқпын, өзімде көлік бар. Бірақ маған айтатын ақпараты үшін оған ақша ұсындым. Ол болса маған бәрін егжей-тегжейлі айтып берді. Енді ол жерге қалай жетемін? Мына алдыңдағы жолды көріп тұрсың ба? Осы жолмен тіке жүре берсең, сол ғимарат жайлап көріне бастайды. Қысқасы, өзің де ол ғимаратты оңай таба аласың. Өте үлкен негізі. Жақсы, рахмет. Сөйтіп жолға аттанып, алға қарай жүре бердім. 1 сағатта жүрген шығармын, және ол ғимаратты ақыры көрдім. Және сол жындыханаға барайын десем, мүлде жол жоқ екен. Шөптердің үстінен өтуге тура келеді. Осылай бұл жындыхана ғимаратының алдына келіп жеттім. Қолымда кішкентай камера бар. Бірақ мен бұның ішіне қалай кірерімді білмедім. Қызметкерлерге мен не айтамын? Ойлана келе бір шешімге келдім. Мен өзімді жалған түрде жоғары жақтан келдім деп айтатын боламын. Әрине, бұл сөзді тек қызметкерлерге айтсам болады. Себебі олар ойланбастан сеніп қалулары мүмкін. Бірақ бастықтарға айту дұрыс емес секілді. Тіпті олардың көзіне түспеу қажет. Солай ойланып тұрғанымда маған 2 күзетші келіп сөйлей бастады. Сен кімсің? Бұл жерде қызметкерлерге рұқсат етілген тек. Ал басқа адамдарға жүруге тыйым салынады. Мен туралы сендерге айтпаған ба сонда? Не туралы? Мен арнайы жоғарғы жақтан келіп тұрмын. Қызметкерлер қалай жұмыс істеп жатыр? Емделушілердің жағдайы қалай болып жатыр? Осының бәрін тексеруім қажет. Бізге негізі ешкім олай айтпады. Бұл түсінікті. Онда мен жасырын келу керек екенмін. Яғни сендер алдын ала дайындалмадыңдар, иә? Бұл тексерушілер үшін керемет олжа. Сізді кіргізбегеніміз үшін кешірім сұраймыз. Екеуміз де жаңадан келген едік. Жоқ, ештеңе етпейді. Түсінікті бәрі. Бірақ сендер бәрін құпия сақтауға жетсіңдер. Сендер қазір мені жындыхана ішіне кіргізіп жіберіңдер. Бірақ бұл туралы ешкім білмеу қажет. Жақсы, келісеміз. Бірақ біздің бастықтарымызды бұл туралы білмегені дұрыс. Олар өте қатал, жұмыстан шығарып жіберулері мүмкін. Жақсы, ешқандай мәселе жоқ. Сөйтіп олар маған алданып қалды. Қызық екен, бәрінің мұншалықты тез болатынын ойламаппын. Солай ішіне кірдім.
Негізі ішіне кіре салысымен бірден камераға түсіремін деп ойлаған едім. Бірақ жындыхана іші өте таза, бәрі соңғы үлгіде жасалған. Кәдімгі қалыпты емхана секілді. Және бір байқағаным, бұл жындыхана ішінде ешкім жоқ секілді. Тып-тыныш. Әлгі адамның айтқан сөздері рас па екен деп ойланып та қалдым. Енді мен не істеймін? Маған сол жындылардың қамалып отырған бөлмесін тауып алу қажет. Және сол бөлмеге кіріп, бәрін камераға түсіріп алу керек. Бірақ жынды адамдардың дауыстары мүлдем естілмейді. Олар қайда болуы мүмкін? Мен жоғары көтергім келді, себебі оларды жоғарғы бөлмелерде ұстап отырған болу керек деп ойладым. Бірақ баспалдақпен жоғары көтерілейін деп жатқан сәтте, төменге түсетін бір бөлмені көріп қалдым. Және есіме бірдеңе түсті. Оларды негізі жертөледе ұстау қажет емес пе? Бұл қисынға келеді. Сондықтан сол жертөле ішіне ақырын кіргім келді. Бірақ артынан біреу сөйледі. Сізге қалай көмектесе аламын? Артыма қарасам, ақ халат киген кәдімгі дәрігер. Сізді мен танымайды екенмін. Иә, танымайсыз. Мені сіздің бастығыңыз жіберді. Мына жертөле есігіне жаңа құлып орнату қажет. Түсінікті. Қашан кірісесіз? Дәл қазір. Жақсы, сізге кедергі келтірмейін. Жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз болады. Мен одан оңай құтылып кеттім. Солай әлгі дәрігердің кеткенін күтіп бақылап тұрдым. Ол көзімнен таса болған сәтте бірден камерамды қосып, жертөле есігін ашып жатқанымнан бастап түсіре бастадым. Маған бәрін жазып алу қажет. Солай ішіне кірсем, әлгі бейтаныс адамның жазған жазбасы рас болып шықты. Қамаулы торда отырған жынды адамдар, олар өте қатты қорқып қалған, тіпті дыбыстарын шығара алмайды. Мен олармен сөйлесіп көруге тырысқаныммен, олар соншалықты деңгейде үрейленіп қалған. Олар менің көзіме қарай алмайды. Мен бәрін жазбаға жазып алдым, және бөлме ішінде тағы бір есік бар екен. Бөлме ішінде ағаш табыттың ішінде жатқан адамдар. Олар толықтай өлген, денелері көгеріп кеткен. Бұлар сол экспериментке шыдай алмай қаза болғандар секілді. Яғни бұл бөлме мәйітхана. Сап-салқын болғандықтан бұл бөлмеде көп бола алмадым. Сондықтан бұл жындыхана ішінен кетуге шешім қабылдаған едім. Бұл бөлмеден келесі бөлмеге өтетін тағы бір бөлме бар екен. Мен негізі кетіп қалғым келді, бірақ танымал жаңалық шығаруға деген ашкөздігім келесі бөлмеге өтуге жетеледі. Сондықтан үшінші бөлмеге де кіріп кеттім. Бөлме ішіне кірсем, бөлмеде өте көп бөлмелер орналасқан екен. Міне дәл осы жерде меніңше эксперимент жасайтын секілді. Солай есіктердің терезесінен бөлмелердің іштеріне үңіліп қарадым. Және адамдардың басым көпшілігінің терілері жоқ екенін байқадым. Олардың терілеріне не болған? Міне мына қараңыздар, мына жындыхана ішінде адамдар не білдіріп жатқаны толықтай. Қайырлы кеш, тілші мырза, көзіңді аш. Басың қатты айналып тұрған болар енді. Біздің жігіттер токпен қатты соғып жіберіпті. Ойлаш, сен 2 күн бойы жаттың осылай. Деп маған сөйлеп жатқан адамның даусынан оянып кеттім. Көзімді ашып жан-жағыма қарасам, аппақ бөлмеде жатыр екенмін. Және мен байлаулы күйде жатырмын. Тіпті қозғалуға мүмкіндік жоқ. Және алдымда тұрған ақ киімді дәрігерді көрдім. Дәл осы дәрігер маған сөйлеген секілді. Сенің оянғаныңды күте-күте жалғып кеттім. Сен кімсің? Деп мен басым айналған күйде сұрадым. Дәл осы сұрақты саған да қойғым келіп тұр. Бірақ жақсы, менің есім Генри. Мен осы жындыхананың бас дәрігерімін. Мені неліктен бұлай жатқызып қойғансыңдар? Неліктен? Қалай сонда? Сенің есінде жоқ па не? Біз негізі сенің кім екеніңді зерттедік. Сен орташа деңгейдегі танымалдау тілші екенсің. Осы қаладағы тұрғындардың басым көпшілігі танитында болар сені. Иә, таниды. Сен білесің бе, Генри, мен жоғалып кетсем мені іздейтінін. Мені жақын танитын қала тұрғындарынан бастап ең білікті ақпарат таратушы компанияларға дейін мені іздей бастайды. Сосын не болады?
Олар сені шынымен тауып алады деп ойлайсың ба? Жоқ, бұл мүмкін емес. Мен саған бірден айтайын. Енді сен бұл жындыхана ғимаратынан аман сау күйіңде шықпайсың. Үмітіңді үзе берсең болады. Сен бұл жерге бекер келдің. Осы жындыханаға келіп, біздің жасап жатқан былықтарымыздың бәрін камераға жазып, жай ғана кетіп қала саламын деп ойладың ба? Өте өкінішті, қатты қателескен екенсің. Мені бәрібір іздеп тауып алады. Мен ақпарат таратушылардың алдында беделдімін. Мен олар үшін маңыздымын. Олар мені іздеп тауып алатынына мен сенімдімін. Сол кезде көреміз сенің қандай күйде болатыныңды. Тоқташы, мен саған айттым ғой үмітіңді үзе бер деп. Сені ешкім құтқармайды, сен жай ғана бізді үркіткің келіп тұр. Бары осы ғана. Жоқ, Генри, менің айтқанымның бәрі орындалады. Меніңше сен бізді бағаламай тұрған секілдісің. Дәл қазір сен бізді ақымақ ретінде көріп тұрсың. Және бұл мені ашуландырады. Білесің бе, біз сенің құрал жабдықтарының бәрін тексеріп қарадық. Соның ішінде сенің ұялы телефоның да бар. Біз ұялы телефонның ішін бұзып кірдік те өзімізге керекті бірнеше ақпараттарды біліп алдық. Сен жаңа айттың ғой мен біліктімін деп, бірақ сен соңғы 2 айда таңғаларлықтай ақпараттарды шығармадың. Және пошта жәшігіңді тексердік. Сөйтсек ақпарат таратушылардың хабарлама жазғандарына біраз уақыт болыпты. Яғни сен ешкімге керек емессің. Сенің тіпті жақын адамдарың да жоқ. Сені бәрі ұмытып кетеді. Мен бұл сөздерді естігеннен кейін үміттерімнің бәрі су сепкендей басылды. Себебі ол шындықты айтты. Бірақ бізде әлі бір сұрақ бар. Сен бұл жерді қалай тауып келдің дейін десем, саған бірі осы ғимарат туралы хабарлама жіберген екен. Соның жазбасы бойынша осы жерді тауып келген екенсің. Енді маған жауап бер. Ол кім? Өзім де білмеймін. Ол маған жазды, мен осы жерге келдім. Мен білемін, сен маған қазір өтірік айтып тұрсың. Шынымды айтып тұрмын. Ол маған анонимді тұрғыда жазды, мен оны қалай білемін? Онда шындықты айтқанша сені жазалаймыз. Ертең таңғы 6-да басталады. Не басталады? Түсінбедім. Дәрігер Генри дәл осылай айтты да бөлмеден шығып кетті. Маған жазған адамның кім екенін негізі білмеймін, бірақ өтірік айта салуым қажет еді. Мүмкін сол кезде ол мені жазаламайтын ба еді, деп қатты ойландым. Кенеттен бөлмеге 2 дәрігер кірді, және олар маған күштеп тұрып бір дәріні ішкізді. Және мен бірден есімді жоғалттым. Кенет электр тоғының дыбысын естіп оянып кеттім. Көзімді ашсам 2 дәрігер алдында тұр. Қолдарында тоқпен соғатын құралдары бар. Және Генри қасыма жақындап, ал тілші сымақ неме, соңғы мүмкіндік. Маған ол адамның кім екенін айт, солай сен босап шығасың. Шынымды айтсам, мен сол кезде өтірік айтқым келді. Бірақ сөйлей алмай қалдым. Тілім бұрмаланып қалды. Генри менің сөйлеуімді күтті, ал мен болсам сөйлей алмадым. Ол солай бөлмеден шығып кетті. Және бәріңізге белгілі болғандай, электр тоқтары бүкіл денеме тарап, жететін деңгейде олар мені қинап тастады. 2 дәрігер еш сөз айтпастан мені 4 сағатқа дейін қинады. Олар өздігімен тоқтады деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, мен өзім тоқтадым. Менің ағзам бұл ауыртпашылықты 4 сағатқа дейін көтергеннен кейін өзі өшіп қалды. Бірақ көзімді ашсам, тағы да электрдің дыбысынан оянып кеттім. Алдымда Генри тұр. Соған қарағанда олар мені соңына дейін, мен шындықты айтпағанша азаптайтын секілді. Маған шындықты айт. Ол кім? Өкінішке орай мен бұл жолы да сөйлей алмадым. Білмеймін, аузым бұрмаланып қалды. Миым солып қалған секілді. Бәрі дәл кешегідей орын алды. 4 сағатқа созылған азаптау және өшіп қалдым. Дәл осылай келесі күні де арғы күні де орын алды. Солай бірнеше күндік азаптанулардан кейін мен алдындағы бірінші жатқан бөлмеден ояндым. Шамасы Генри менің шындықты айтып тұрғанымды түсінген секілді. Немесе мені келесі экспериментке дайындап жатыр. Осы кезде бөлмеге тағы 2 дәрігер кірді. Және бір дәрігер менің қасыма жақындап, мына суды іш,
Сенің жақсырақ болуың бізге керек. Қорқпа, бұл ешқандай ұйықтататын дәрі емес. Деп ол маған айтып жатқан кезде, кенеттен оның артында тұрған екінші дәрігер оның басынан балғамен ұрып талдырып тастады. Бауырым, кешірші, мен бұл жерге кешігіп келдім. Сені ертерек құтқаруыма болатын еді. Деп кенеттен дәрігер мені жарылқай бастады. Тоқта, сен кімсің? Мені білмегенің жөн, бірақ мен сені осы жындыханадан шығарып алу үшін боламын. Солай есептей бер мені. Мен одан кімсің деп ұзақ уақыт сұрап тұра алмадым. Себебі менің басым қатты айналып тұрған еді. Тіпті мен үмітімді үзген адаммын. Генридің айтқан сөздерінен кейін мен бірінші күні-ақ осы жындыханада қаза боламын деп беріліп қойған адам едім. Бірақ менде жаңа үміт пайда болған секілді. Қане бауырым, мына суды ішіп ал. Бұның ішінде адамның өзін жақсы сезіну үшін арнайы дәрумендер қосылған. Сен уақытша өзіңді жақсы сезініп кетесің. Менің салғыласып тұратын уақытым жоқ. Мен ойланбастан сол суды ішіп алдым. Негізі мені кезекті рет ұйықтатып тастайтын шығар деп ойлаған едім. Бірақ әсері бірден сезілді. Мен өзімді шынымен керемет сезініп кеттім. Соған қарағанда бәрі шын секілді. Және осы жерде бір ой келді. Генридің арам ниетін түсініп қойдым. Ол мені жақсы сезіндіретін дәріні бергеніне қарағанда, мені келесі экспериментке дайындағысы келген секілді. Яғни дәл осылай мен қаза болғанша жалғаса беретін шығар. Яғни не болса да бұл адам маған бекер көмектесемін деп келген жоқ. Ол мені бұл жерден алып шығады. Және шынымен де 10 минут өтер-өтпес уақыттан кейін мен өзімді еркін сезіне бастадым. Бұл дәрі шынымен көмектеседі екен. Бұл жақтан шығып кеткенше өзіңді жақсы сезінетін боласың. Енді мені тыңда. Қазір осы бөлмеден шығамыз, және дәлізбен алға жүрген кезде оң жақта бөлме болады. Соның ішінде кәріз құбыры бар. Яғни төменге түсіп кетеміз. Содан кейін сол құбырмен жүріп, бұл жындыхана ғимаратынан 100 метр алыстан шыға келеміз. Сөйтіп, сол бөлмеге бардық. Мына бөлмеден қатты алыста орналасқан емес екен. Кәріз құбырына түсіп кететін бір дөңгелек тесік бар. Жай ғана ішіне түссем болды. Бірнеше күн бойы азаптаулардан құтыламын. Маған сен, бауырым, мен осы уақытқа дейін бірнеше емделушілерді құтқардым. Бірақ маған бір ой келді. Бұл жерде мен құр-қол кеткім келмейді. Мен ол Генриден кек аламыз деп айтқым келіп тұрғаным жоқ. Бірақ кем дегенде мен бұл жерге қандай мақсатпен келдім, сол мақсатымды орындап кетуім қажет. Сонда камера ма? Камера. Менің камераларым қайда орналасқан? Мен ол камераларыммен бұл жындыханада қандай сұмдық былықтар болып жатқанын жазба ретінде жазып алсам болғаны. Ары қарай тәртіп сақшылары өздері айналысады. Түсініп тұрған боларсың. Мен оларға айғақтарды көрсетуім қажет. Сол кезде сенімді бола аламын. Ал енді ол камераларым қайда? Шынын айтсам, мен білмейді екенмін. Бірақ мен саған өз ұялы телефонымды берейін. Ұялы телефон арқылы бәрін жазып ал. Сөйтіп мына жомарт дәрігердің телефонын алдым, және бірден жазбаға түсіре бастадым. Дәл мына бөлмедегі отырған жынды адамдардың бәрін жазып алдым. Оларды қинап ұстап, ауыр эксперимент жасап жатқанын, қысқасы бәрін айттым. Бәрін тез арада жазып алдым. 5 минутқа жетер-жетпес уақыт. Сөйтіп, түсіріп болғаннан кейін, әлгі құбырдың ішіне түсіп кеттік. Құбырмен жүре келе шығатын бір жерді таптық. Бұл дәрігер рас айтқан екен. Құбыр арқылы далаға шықсақ, әлгі ғимарат бізден шамамен 100 метр алыста орналасқан. Солай бәрі негізі сәтті аяқталды. Мен өз үйіме бардым. Сол жындыханада шамамен 10 күндей болыппын. 10 күн азапталған екенмін. Және телефонға түсірген жазбаларды барлық жерге таратып жібердім. Тәртіп сақшылар ең бірінші мезетте сол жындыханаға барды, және барлық дәрігерлерді тұтқындады. Бірақ бір дәрігерден басқа, ол өзіне қол жұмсапты. Әй бауырым, осылай өмір бақи ұйықтап жатасың ба? Қане орныңнан тұр. Айналыңа қара, және қайда түскеніңді ұмытпағайсың. Мен болсам көзімді ашып, жан-жаққа қарай бастадым. Неше күн жатқанымды білмеймін. Бірақ шамамен бір күн өткеніне сенімдімін. Бөлменің ішіне қарасам, ауруханадағы бөлмелердің біріне ұқсайды.
Ал өзім болсам салқын темір үстінде жатыр екенмін. Солай жатқан жерімнен тұрып, енді аяғыммен жерді басайын деп жатқан едім. Кенет аяғым қатты ауырып тұрғанын сездім. Тіпті жүре алмайтын секілдімін. Менің жүре алмай тұрғанымды көрген дәрігер мені коляскаға отырғызды.